Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Қарағанды қаласы номер 14-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Омербаева Майгүл Рымбек. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақты бір-бірімізге жылы тілек айтып, жылы лебізімізді білдіріп бастайық. Мен де сіздерге бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Балалар, ал енді сабағымызды бастайық. Барлығымыз экранға назар аударайық. Экрандағы суретке зер салайық. Суретте кімдер бейнеленген? Батыр деген кім? Қандай батырларды білеміз? Есімізге түсірейікші. Батыр деп ерлік жасаған, елін, жерін сыртқы жаудан қорғаған ержүрек батырларды айтамыз. Бұл емес пе? Ал біз Қабанбай, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Исатай, Махамбет деген сияқты көптеген батырларды білеміз. Солай емес пе? Есімізге түсірдік пе? Өте жақсы. Тамаша. Балалар, мына бір келесі суретте атқа мінген батыр кімдер едің? Кім деп ойлайсың? Айтасың. Абылай хан. Өте жақсы. Балалар, бүгін біз Абылай хан туралы оқу мақсаттары шығармадағы кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне баға беру. Көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуын және аяқталуын анықтау. Мұғалім көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру. Орфографиялық, пунктуациялық қателерді табу және түзету. Сабақтың мақсаты Абылай ханның тұлғалық бейнесін ашу, жыраулар поэзиясының тәрбиелік мәнін түсіну, оқушылардың сыни ойлау, пікір айту, дәлелдеу дағдыларын табу. Хан 1711 жылы туып, 1781 жылы қайтыс болған. Абылай қазақ халқының ханы болған. Абылай ханның шын аты Әбілмансыр. Абылай ханның әкесінің аты Уәли. Түркістанда билік жүргізген. Абылай хан жоңғарлармен қалмақтармен шайқасты. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек билердің. Бүгін біз Бұқар жырау Қалқаманұлының осы Абылай ханға арнап жазған өлеңінен бастап. Бұқар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырда өмір сүрген ұлы жырау. Абылай ханның ақылшысы. Ол жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ жоңғар соғысын ұйымдастырды. Оның шығармаларында Абылайдың ерлігі мен кемшіліктері басып тұр. Ай Абылай, сен 11 жасында, алдан менен ұрсып деген сияқты толғаулары қазақ әдебиеті. Балалар оқулығын ашып, осы өлең жолын деп алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадым. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадым. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Басына біткен күніңіз құтты болсын. Хан Абылай осы өлең жолында Бұқар жырау Абылайды қандай адам деп сипаттаған? 300-дің басын құрған адам. Жетім менен жесірге ешбір жамандық қылмаған екен. Барлық батырларды жиып, елін, жерін қорғауға шақырған. Өте жақсы.
Жарайсың. Дәптермен жұмыс жасайды. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнде жазып қойдық. Оқулығымыздың соңындағы сиқырлы сандықтан шыққан сөздік дәптерімізге көркем, әдемі етіп жазып қояды. Арнау Абылай ханның тұсында өмір сүрген жырау. Көркем, әдемі етіп жазайық. Жарайсың. Балалар, шаршадық па? Көзіміз қап қалды ма? Басымыз ауырған жоқ па? Қане біраз сергіп салайық. Қане сергіп алайық. Көзімізді ашып жұмып, оңға солға қозғайық. Басымызды оңға солға, алдыға артқа қозғайық. Көзіміздің шаршағаны басылды ма? Жарайсыңдар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Барлығымыз экранға назар аударамыз. Экранда кесте берілген. Бұл кестенің сол жақ бөлігінде өлең жолдары жазылған екен. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Кестенің ортаңғы бөлігінде тапсырмалар берілген. Осы өлең жолы бойынша қандай сурет саласың дейді? Қандай сурет салар едің? Кестенің оң жақ бөлігінде тағы да бір тапсырма берілген. Яғни жиналған батырларға Абылай хан не айтты деп ойлайсың деген тапсырма. Не айтты деп ойлайсың? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңдар тапсырмаңызды орындайсыңдар деген ойдамын. Ал балалар, менің жазған кестені толтырған мен қандай сурет салар едім деген сұраққа алдын суретін салып, жиналған салам дедім. Келесі сұраққа Абылай хан не айтты деп ойлайсың деген сұраққа мен былай деп жауап берер едім. Елді қорғау біздің парызымыз. Кешегі ұрыста жасаған ерліктерің үшін ризамын деген болады. Қане балалар, сіздер де осыны мен сияқты жаздыңыздар ма? Жарай. Тапсырманы дұрыс орындаңыздар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, біз бүгінгі сабақты тым білгір ойынымен өткен. Қане барлығымыз ер салып алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетімменен жесірге ешбір жаман қылмадың. Қане текшелердің қайсысын басайын? Өте жақсы. Хан туралы. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетімменен жесірге ешбір жаман қылмадың. Текшелердің қайсысын басайын? Жарайсыңдар. 300-дің басын біріктірді. Тамаша. Әділдікпен жүрдіңіз. Әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиыл деп хан текшелердің қайсысын басайын? Өте жақсы. Әділ, әдепті батыр. Тамаша. Әділдікпен жүрдіңіз. Әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Қай текшені басамыз? Жарайсыңдар. Жаумен соғысу үшін мықты батырларды жинаған. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрдың. Жетімменен жесірге ешбір жаман қылмадың. Хан Абылай аттандың. Арманың бар ма? Жарайсыңдар. 300-дің басын қосқан екен. Тамаша.
сіздер бұл тапсырманы да жақсы дұрыс орындаған екенсіңдер. Тамаша. Олай болса, балалар, сабағымыз түсінікті болса, үйге тапсырма жаз. Үйде өлеңді жаттайық. Өлеңді мәнерлеп жатқа тырысайық. Олай болса, сабаққа рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Ұнады ма? Ұнаса, бас бармақпен белгілейік. Менің ойымша сабақ түсінікті болған сияқты барлығымыз сабақ өте әсерлі болды деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқаныңыз үшін көп рахмет. Назарларыңызға да рахмет. Келесі кездескенше дейін сау, саламатта болыңдар.